Гиттің негіздері туралы кішкене айтып өтейік. Бұл негізгі сабақ, демек фундамент. Фундамент жақсы құрастырып алсаңыздар, түсініп алсаңыздар, әрі қарай практикаға кіріскен кезде оңайырақ болады. Не болып жатқанын түсініп отырасыздар. Жақсы. Ең бірінші, бұрын соңды СКВ қолданған болсаңыз, оларды ұмытыңыз дейді. Мысалға мен бұрын SVM қолданатынмын. Енді қазір қолданбаймыз, тек қана гит қолданамыз. Сол SVN-нен алған біліміңнің бәрін таста, ұмыт, жаңадан ойла деп айтып жатыр ғой маған. Ал сіздер енді новичок болсаңыздар, сіздерге рахат. Біз сияқты бұрынғы ескі технологияға уақыт жоғалтып, соның подходымен, соның білімімен уланып қалған жоқсыздар. Рахат келесіздерді дайын пісіп жетілген, әбден ысылған, шыңдалған продуктіге, гитке отыра қалайын тұрсыздар. Енді айырмашылықтарының ең маңыздысы ол снимки, они различия деп мында бір айтып өтіпті. Снимки деген енді ол коммит жасап жатқан кезде барлық файлдарды суретке түсіріп алады. Қайсы қалай тұр, тұтастай түсіреді. Соны бір коммит қылады. Енді қандай файл өзгермеген болса, оны тағы да копировать ете жатпайды, дәл сондай клон жасап. Просто сол файлға ссылка жасай салады. Сөйтіп әрі қарай жылжи береді. Жақсы. Мұнда суретпен түсіндірген, мынау гит емес, басқа SKV-лар қалай жұмыс жасайды дейді. Мұнда бірінші версияда 3 файл құрылды, файл А, файл Б, файл С. Енді екінші версияда файл Ада қай қатарлар қосылды, немесе алынды, қай өзгерістер енгізілді, соны ғана сақтайды дейді коммитке. Қай файлдарға өзгеріс енгізілмеді, оны игнорировать етіп кетеді. Бұл подходтан мына подход мықты деп шешіпті гиттің разработчиктары. Және де оны басында сезінбесеңіз де, кейін ветвление көп болған сайын мықты сезінесіз, жылдамдығын түсінесіз деп айтып жатыр. Жарайды, уақыты келгенде оның дәмін сезерміз. Әзірге интрига ретінде қалсын. Мықты подход деп ең бірінші үлкен айырмашылығы деп көрсетіп қойған болса, демек тегінен тегін емес. Сабырмен уақыты келгенше күте тұрайық. Енді екінші айырмашылыққа өтейік. Енді бұны мен де сезініп жүрмін. Өйткені бұрын SVN қолдандық қой. SKV де центральный SKV, централизованный SKV, ол бір орталықта барлық операциялар жасалынады. Сіз бір файлдарды өзгерттіңіз, соны серверге жібересіз, сервер өзі анықтап алады, қай жерлері өзгеріпті, соны есептеп, өзгерістерін есіне сақтап отырады. Ал гит олай жасамайды. Гит локальны өзінен сақтайды, локальны өзінде есептейді, локальны өзінде хэш суммаларын шығарып, снимктарын жасап, сосын серверге уже дайын результатты ғана жібереді. Енді егерде централизованный SKV-да центр құлап қалса, ешкім бұл жұмыс жасай алмай қалады. Жұмыс жасалынбайды, синхронизация жүрмейді, коммиттер жүрмей қалады. Ал гитте, мысалға, центр құлап қалған болса, адам локальны өзінде коммит жасай береді, кейін сервер қайтадан жұмыс істеген кезде синхронизовать етіп жібереді. Негізі үлкен артықшылық, рахат. Мына жерде жақсылап бір түсіндіріпті, оны керек болса өздеріңіз оқи саларсыздар. Целостность гит дейді. Гиттің тағы бір ерекшелігі ол файлдардың хэш суммасын есептеп отырады дейді. Хэш сумма деген енді кез келген файлды гит білмей қалатындай қылып өзгерте алмайсың деген сөз ғой. Өйткені сәл түртіп қалсам бітті, оның хэш суммасы өзгеріп кетеді да, гит оппа деп көріп қояды. Сен бірдеңе өзгеріс енгізіпсің ғой деп. Бір нүктеде енгізсең де, бір пробел енгізсең де, файлдың хэш суммасы өзгереді, болды. Гит уже оны біліп отырады. Сол одан кейін гит тек қана алдыға жылжиды депті. Бұл өте жақсы. Мысалға сіз бір файлды құрдыңыз, сосын бір-екі версиядан кейін ана файлды өшіріп тастадыңыз. Сіз өшірген кезде гиттен өшірген жоқсыз. Просто гитке айттыңыз, мына файл маған керек емес деп. Гит сіздің неңізді, файлыңызды бәрібір ішінде сақтап тұрады. Мына версия кезінде құрды, мына версия кезінде өзгертті, мына версияда өшіріп тастады толықтай деп ше.
то есть есінде сақтап қалды, ол оны жоғалтпайды. Кейін біраз версиядан кейін ана файл маған керек екен ғой деп, немесе ішіндегі бір екі кодын қарап жіберейінші деп бүйтіп журналды ашып сол файлды тауып алып қарап, немесе тіпті восстановить етіп жіберіп орнына андай келтіріп жұмысты жалғастыра берсеңіз болады. То есть гид ештеңені ұмытпайды, ештеңені өшірмейді өзінен, тек қана алдыға жылжып отырады, өзгерістер үстіне киіліп отырады. Енді сіз әдейілеп мына бір нәрсені тұтастай гидтен жойып жібер деп команда бере аласыз. Солай істесеңіз әрине өшіп кетеді, оны ол кезде кері қайтара алмайсыз ол процесті. Ал басқа жағдайда тек қана коммит жасап отқан болсаңыз, қалаған уақытта қалаған версияға қайтып отырасыз, алдыға артқа секіріп. Жақсы, енді три состояния дейді. Working directory бұл сіздің локальный файлдарыңыз. Сіз гиттен клон жасап алдыңыз, гит репозиторийдан клон жасап алған кезде сізде файлдар свежий болып тұр, соған локальный бірдеңе өзгерістер енгіздіңіз. Өзгеріс енгізген кезде оны әуелі индексировать ету керек. Индексировать еткеннен кейін барып коммит жасау керек. Егер де сіз файлды өзгертіп git commit деген команданы шақырсаңыз, ол файл коммитке ілінбей қалады. Қай файлдар индекске ілінді, солар ғана ары қарай коммитке барады. Жақсы, түсінікті болса ары қарай кеттік. Енді жалпы коммит дегенде соны бір ауыз қысқаша айта салайын. Коммит деген ол логический бір шаг деген ғой. Өзгерістерді группировать ету деген сөз ғой. Қандай да бір логикаға сүйене отырып. Мысалға сізге бір тапсырма берсе, 13-ші тапсырма нандай баг шығып қалды, соны шешіп беріңдерші десе, сол тапсырманы шешу барысында енгізілген өзгерістердің барлығын бір коммит қылу керек. То есть коммит деген логический группировка. Бір коммиттің ішінде екі тапсырманың кодтары бірге араласып жүрмеу керек. Жақсы, ары қарай кеттік. Мына жерде өздеріңіз тағы да оқып аларсыздар. Жалпы үш состояние әрқайсысы неге жауап беретінін айтқан. Тура мен айтқан нәрсе енді анығырақ керек болса деген ғой. Командный строка. Командный строка гитте барлық операцияны командный строкамен терминалмен жасасаңыз болады дейді. Енді гиттің үстінен құрылған клиенттер көп, бірақ клиентте бар команданың барлығы терминалда бар, ал керісінше гарантия жоқ. Терминалда бар команда міндетті түрде клиентте болады деп айта алмайсыз. Өйткені клиент деген ол ыңғайлық үшін құрылған нәрсе, ол ең керек-ау деген командаларды ғана қамтиды, әдетте солай. Мысалға мен гиттің үстінен Tortoise Git деген клиент қолданып Windows'та. Осыдан артық клиент жоқ мен үшін. Осыны гитті клонировать еткеннен бастап осы Tortoise Gitпен жасаймын ғой. Өте мықты клиент. Соны қолданып көріңіздер деп кеңес беремін. Бірақ бірден соған отырып қалмаңыздар. Әуелі терминалда біраз жұмыс жасап үйреніп алыңыздар. Git, add, commit, push, merge, checkout, branch, сол командалардың барлығын әбден терминалда қайталап жасап мықты сіңіріп алғаннан кейін барып клиентке ауыссаңыз болады. Ол қандай жағдайда? Мысалға сізде уже не жасайын жатқаныңыз уже көз алдыңызда уже дайын. Сіз просто уақыт құртып жатсыз да, ананы теріп жатқан кезде ше, ешқандай қате жібермейтініңізге сенімдісіз. Қай команданы шақыру керек екенін бірден білесіз. Әр команда не нәрсеге жауап беретінін жақсы білесіз. Сол кезде ғана уже просто уақыт құртпас үшін клиентке ауыссаңыз болады деп ойлаймын. Болды. Осымен гиттің негізгі тақырыпшалары, негізгі айырмашылықтары айтылды. Өздеріңіз жақсылап тағы да оқып шығыңыздар. Келесі сабақта установка жасайық. Жақсы.